Жылдам хабарнама тарады. Көріңіздер, хабардар болыңыздар. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз, келсе арнамызға жазылып, лайк басын ұмытпаңыз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы маймыл шешегіне қарсы алғашқы вакцинаны мақұлдады. Бұл препарат Африкада маймыл шешегінің таралуын тежеуге көмектесетін дәрілердің ресми тізіміне енді деп хабарлады ұйым. Жылдам ақпарат тарады. Көріңіздер. Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі Алматы электромобиль иелеріне автокөліктерін коммуналдық тұрақтарда тегін қалдыру үшін қандай қадамдар жасау керектігі айтылды. 2024 жылы 18 қыркүйегінен бастап электромобильдерге арналған тегін тұраққа қатысты жаңа заң күшіне енеді. Осыған орай Алматы паркинг коммуналдық ақылы тұрақ операторы электр тартқышы бар көлік құралдарын арнайы тізілімге қосу рәсімін түсіндірді. Электромобильдердің иелері коммуналдық тұрақты пайдаланғаны үшін төлемнен босатылуы үшін тиісті құжаттарды ұсынуы қажет. Жеңілдіктер тізіліміне қосылу үшін электромобиль иелерінің Алматы паркингі мекемесіне тікелей жүгіне алады, немесе технопаспорттың сканерленген нұсқасын қосып өтініш порталы арқылы өтініш бере алады. Видеомыз кеңінен таралу үшін және барша қазақстандықтар хабардар болу үшін лайк басып жақындарыңызға таратып қойды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.